Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін қуаныштымын, себебі менің мына видеом 30 000 просмотрға жетті. Бұл мен үшін өте қуанышты жаңалық. Маған часто қоятын сұрақтардың бірі ол Турцияға қалай бардың, қанша ақша кетті, неше күн болдың? Біз билетті авиасейлстан алдық. Бір күн бұрын ғана алдық. Air Астанамен, 2 багажбен. Біз билетті 175 000 теңгеге алдық. Отельді Фатих деген районнан алдық. Фатих районы тыныш, және ол жерде Сулеймания мешіті, көк мешіт және базарлардың бәрі сол біз жақта болды. Отельдерде Дубай сияқты емес екен, сразу төлеп қоясың. Букингтан алдық. Ол жерде интернет, Wi-Fi қосу қиын екен, сондықтан біз өзімізге роуминг қосып алдық. Біз Қазақстаннан шыққанда роуминг вообще қоспағанбыз. Түскен кезде интернетсіз қалып қойдық. Және андай аппарат іздеп едік, тиктоктан көп қараған Wi-Fi қосатын, оны да таппадық. Бір түріктен қосып беруін сұрап, сосын метроны қарап алып, солай отельге жеткен болатынбыз. Стамбулдың бірінші күні біз сразу уже сол көк мешіттерден бастадық. Ары қарай сол Египет базарынан тіке өтіп, жаяу Галатская башняға бардық. Галатская башняны жүрдік та и Таксимге бардық. Таксимнан шығып, ары қарай кешкі уақытта үлкен көпір болды. Светі жанып тұратын, барлығы сол жерде жүрді. Біз сол жаққа бардық, оның атын ұмытып тұрмын, бірақ фотосын ол жерге қалдырамын. Екінші күні біз уже островқа баратын болып шештік. Островқа андай обычный пароммен бардық. Паром 139 лирадан болған, где-то 2 сағат жүріп бардық сол кемемен. Қарасаңыздар болады, осындай суреттер әдемі шығады. Ол жерде түріктер де көп, өздері де барып демалады екен. Біздің уақыт как раз воскресеньеге ма, субботаға келіп қалған болатын. И адам көп болды. Келесі күні біз Балат деген районға бардық. Балат деген әртүрлі үйлер, әртүрлі түстерден жасалған зонтиктар, магнитик сататын сондай район екен. Біз әдемі фотоларға түсіп алып, төменге түсіп, өзіміздің Халич деген метро жақ бар, метроға келдік та, балық экмет, сондай балық дүрум, сондай жеп үйге қайттық. Кешкі Галатская башняны көргіміз келді да, Галатская башняға бардық. Кешкі Стамбулды жаяу аралап қайтқан болатынбыз. Аэропортқа бардық. Аэропортқа 2 сағат жүреді. Барғанда да через Атырауда біз 10 сағат жүрген болатынбыз. Сол деген негізі күшті приложение. Көбі білмейді. Дубайға қалай барған туралы қызық болса, қалдырыңыздар комментарийге. Сау болыңыздар.